Сәлем достар, біз бүгін сіздерге Корея түбегіндегі екі мемлекеттің құрылуына ықпал еткен соны жайлы айтатын боламыз. Видеомыз басталмай тұрып, арнамызға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Ендеше біз бастаймыз. Егерде сіздерге әртүрлі бағыттағы сайттар жасайтын білікті маман керек болса, төмендегі номерге хабарласып, тапсырыс бере аласыздар. Соны патшайым екі елдің де құрылуына зор үлес қосуы себепті тарихта аты қалған, әрі оны жазба деректерде ерекше сұлу болған деп суреттейді. Сол себепті де қазіргі таңда кореялықтар оны ең сұлу Корея әйелі деп те біледі. Оның туған жылы тарихта көрсетілмеген. Оның соны есімінің мағынасы да жауынгер әйел деген мағынаға келеді. Ол Геру руының басшысы Йонтабальдың қызы болып дүниеге келген. Оның әкесі Пуйо мемлекетінде сөзі өтімді, лауазымды тұлға болған. Кейін қызы соны Пуйо елінің негізін қалаушы Хебуру Сардардың немересі Утеге үйленіп, Пирё және Онжи есімді ұлдары болады. Бірақ тағдырдың жазуымен Уте бір жорықта қаза тауып, соны жалғыз қалады. Уақыт өте келе тағдыр оны хан династиясына қарсы ұрыс жүргізіп жүрген Жумон есімді азаматқа жолықтырады. Солай оған тұрмысқа шығып, осы неке арқылы Жумон Йонтабальдың әскери қолдауына ие болып, барлығымыз жақсы білетін Көгрё мемлекетінің негізін қалайды. Соны патшайым өзінің дарынының арқасында рулар арасындағы бірлікті сақтап, ел іргетасы беки түсу үшін аянбай еңбек етіп, Жумон патшаға өз жәрдемін тигізе білген еді. Өкінішке орай соның бақытты күндері ұзаққа созылмады. Оған себеп біздің жыл санауымыздан бұрын 19-шы жылы Жумон патшаның бұрынғы әйелі Есояның ұлы Юримен бірге Көгрёға қайтып оралуы болды. Бұған қатты қуанған Жумон ұлы Юриді тақ мұрагері ретінде танып, соның шенін түсіру арқылы Есояның шенін көтеру еді. Осылайша ол Көгрёдан кетуге шешім шығарып, екі ұлы туыстары әрі Геру руынан шыққан бірнеше тайпаларды соңынан ертіп, елден кетіп қалады. Оның үлкен Ло Пюри теңіз жағасында орналасқанымыз дұрыс деп тауып, Мишухол аумағында орналасады. Алайда ол жердің батпақ суы адам өмір сүруіне өте қолайсыз болуы себепті халықтың жағдайы нашарлай түсті. Кейін халықтың жағдайын жасай алмаған Пюри қатты уайымнан көп өтпей қайтыс болады. Ал Онжа болса, ханам аймағына сым бекінісін салып, Пекше елінің негізін қалаған еді. Осыдан кейін Пюридің соңынан ерген халық Онжаның қасына оралып, Пекше елінің күшіне күш қосты. Жалпы біздің заманымызға дейін көптеген тарихи жазбалар жетпеген. Бірақ соны жайлы жазбаларды аз да болсын Сангуксаки және патша Онжаның еңбегі атты кітаптардан кезіктіре аламыз. Ол дүниеден өткенге дейін ұлы Онжаның қасында болып, ел билеуге көмегін тигізген болатын. Ол 61 жасында дүниеден өтсе де, оның ұрпақтары Корея даласын 500 жылдай уақыт билеп тұрды. Әрі оның есімі тарихқа жазылып, Кореяның негізін қалаушы Жумонмен бірге аталатын болды. Видео ұнаса лайк басып, арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Сіздер үшін оттаймыз.